Қайырлы күн, қалайсыздар? Менің жақындарым қызыл ірімшікті қатты жақсы көреді, ал оны қайта-қайта сатып алу әрине қымбат. Мен оның оңай жолын таптым, яғни үйде жасап көруді жөн көрдім. Егер сізде жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Ірімшікті жасау үшін бізге 3-ақ нәрсе қажет: сүт, айран және шекер. Мен мұнда үйдің айран сүтін пайдаландым және сүтті алдын ала пісіріп алған болатынмын. Ірімшік жасау үшін сүтті қазанға құйып аламыз да қатты ысытамыз. Қайнауға жақындаған кезде айранды құйып, аздап қозғап жібереміз. Сүт қайнап шыққан кезде осылай сары суы бөлініп, іри бастайды. Содан кейін газдың астын жай басып қоямыз да қазанның бір шетін ғана ашып, тағы 1 сағат қайнатамыз. Жай отта қайнап тұрған ірімшікке 1 кесе шекер қостым. Егер сіз тәттірек болғанын қаласаңыз, одан да көп қоссаңыз болады. Ең бастысы, қызыл ірімшік жасаған кезде сүт пен айранның пропорциясы бірдей болу керек. Яғни, мен мұнда 3 литр сүт қолдандым, 3 литр сүтке 300 грамм айран қостым. Ал егер 2 литр сүт қолданатын болсаңыз, 200 грамм айран қосасыз. Ал шекерді өзіңіздің қалауыңызға қарай сала бересіз. Мен мысалы 3 литр сүтке 200 граммдай шекер қостым. Ірімшік 3 сағаттай қайнағаннан кейін осындай сарғыш түске енеді. Сосын оны марлыға сүзіп аламыз да суын жақсылап сорғытамыз. Ірімшігіміз әбден бірігіп, формасын жақсы ұстау үшін мен осылай марлыны байлап, үстіне ауыр зат қойдым да холодильникке 1 түнге қойып қойдым. Ал ірімшіктен қалған сары суды төгуге обалсынып, осылай құймақ пісіріп жібердім. Ірімшікке салған шекердің бүкіл тәттісі осы сары суда сақталған. Сол үшін мен құймақ пісіретін кезде шекерді мүлдем қолданбадым. Былайша айтқанда, 1 оқпен 2 қоян атып алуға болады. Ал құймақтың дәмі кәдімгі сүтпен жасалған құймақтан ешқандай айырмашылығы жоқ. 1 күн өткесін ірімшікті холодильниктен шығардым. Байқап тұрсаңыз, ол өзінің формасын жақсы ұстаған. Ал оның дәмі сатып алып жүрген ірімшіктен әлде қайда дәмді. Ең бастысы, өз қолыңызбен жасағаннан кейін құрамы таза және денсаулыққа да пайдалы. Жасалуында ешқандай қиындығы жоқ әрі дәмді ірімшікті сізде жасап көріңіз. Каналымда бұдан да өзге дәмді әрі ерекше рецепттер бар. Жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.